Ал құрметті әріптестер, кәсіпкерлер, ағайындар, жалғастырамыз. Бүгін мектептерді және мектеп интернатты салған кезде соған қандай мемлекеттен көмек алуға болады, қолдау алуға болады, соны сіздерге көрсетейін. Мектепті салған кезде, жекеменшік мектепті салған кезде 8 жылға кемінде 294 мың теңге, егер мектеп жаңадан салса. 294 мың теңге әр балаға төленеді жылына. Сонымен бірге қосымша және 531 мың теңге әр балаға қарастырған. Бұл инвестициялық төлемдер және операционный дейді, операционный затраттарды, операционный шығындарды өтейтін 531 мың теңге қарастырылған. Әр балаға жылына соны 12 айға бөлсек, әр ай сайын сома төленеді. Басты шарттардың бірі, мен айтып өтейін, бұл осы жекеменшік мектепке келетін балаларды қанша төлеу керек екенін осы ата-анамен бірге соны келісім жасайды, оны өз бағыттайды. Сонымен бірге бұл әкімшіліктен, СПК арқылы немесе әкімшіліктен жерді алуға болады. Оны құжаттарында көрсетілген, бірақ осы жағдай, осы шарт көп сұрақтар туындайтын мәселелердің бірі. Сонымен бірге өзінің қаражатымен емес, басқа осы мемлекет бағдарламаларға қатысып, дорожный карта бизнес, простых вещей, сол жақта кішкене банктерден кредит алып, соны процентінің ставкасын субсидия алуға болады. Бұл жаңадан мектеп жекеменшік салған кезде. Енді реконструкция дейді. Бұл қайта құру дайын зданияны, соны мектепке арнап, ремонтын жасап, соған төленетін, ол да 8 жылға қарастырылған. Бұл жақта сомасы 143,9 мың теңге әр балаға. Сонымен бірге 531 мың теңге әр балаға соны төлейді. Ай сайын, енді ол жылында қарастырылған сома 12 айға бөлсек, ай сайынға сома шығады. Бұл жерде де шарттары тап сондай. Енді мектеп-интернаттар. Мектеп-интернат қасында жатақханасы бар. Сол мектеп, жекеменшік мектеп және мектеп-интернаттардың айырмашылығы, бұл интернаттарда ата-ана өзі беріп, сол жақта бала жатып оқиды. Енді бұл жақта 8 жылға қарастырылған, шарттардан қарасаңыздар, жыл сайын әр балаға 373,6, егер жаңадан мектеп салатын болса. 373,6 мың теңге әр балаға қарастырылған. Сонымен бірге 756 мың теңге әр балаға қосымша операционный шығындарды өтейтін қаражатта ішінде бар. Мына кәдімгі слайдта көрсеңіздер болады. Енді қайта құру, осы мектеп-интернаттар қайта құрылған кезде, ол да 8 жылға, енді оның сомасы аздау, әр балаға 143,900 теңге әр балаға төленеді. Қосымша 756 мың теңге әр балаға да қарастырылған. Осындай шарттары бар. Оны сіздерге мен көрсетіп жатырмын. Енді алгоритмге қалай қатысуы болатынын мен сіздерге кішкене қысқаша ретінде айтып өтейін. Мына слайдта да көрсеңіздер болады. Бұл бірінші алдын ала келісім шартты осы қаржы орталығымен жасайды. Мен әрбір сюжетінде соңында осы қаржы орталығының телефондарын беріп қойған, соны көрсеңіздер болады. Соңында кәдімгідей сотовый телефондармен бірге хабарласып, тиянақты көп сұрақтарға жауап алуға болады. Сол жақта менеджерлердің кәдімгі телефонын беріп қойған. Енді қарасаңыздар, заключение предварительного договора дейді, бұл алдын ала келісім шартты жасау. Екінші, строительство реконструкция школы, мектептерді салу. Үшінші, регистрация обременения права. Енді осы салған мектепті, кәдімгі сол зданияны обременение қойды, себебі әрі қарай оны сатуға болмайтын. Төртінші, получение лицензии. Бұл енді осы мектеп білім саласында жұмыс жасау үшін лицензия алу керек, солдау керек. Біздің кәсіпкерлерге. Бесіншісі, регистрация в национальной образовательной базе данных дейді, НОП деген. Оны енді осы қаржы орталығының арнайы менеджерлері бар, соны хабарласып көрсеңіздер болады. Алтыншы, осы балдарды алу, набор учащихся дейді. Жетінші, регистрация на веб-портале госзакупок. На госзакуп порталына тіркелу керек. Әрине, осында белгілеп қойған. Сегізінші, направление заявления оператора на размещение госзаказа образовательного
заказа дейді. Бұл енді қаржы орталығында толықтай қалай өтініштерді соған қабылдайтын ішінде хабарлассаңыздар болады. 9-шы енді соңында басында мына бірінші қадам предварительный договор, алдын ала келісім шарт, енді соңында 9-шы бұл келісім шартты жасаған соң осындай әр ай сайын қаржы орталығы біздің кәсіпкерге шығындарды өтеуге болатын мүмкіндік қарастырылған. Енді осы қысқаша бірақ кішкене қарапайым тілмен сіздерге жеткізгім келіп отыр. Себебі осындай бағдарлама бар екен. Қазірдің өзінде осы бірінші сюжет шығарған кезде көп кәсіпкерлер хабарласып менен сұрады. Мен телефонын бердім. Қазір осындай бағдарламаға мүмкіндік бар екен. Соны қатысқысы келіп жатқан көп азаматтар бар екен. Болашақта мен ойлаймын, енді тек қана үлкен кәсіпкерлер емес, қаражаты мол, сонымен бірге орта буын кәсіпкерлеріміз осындай әрбір аймақтарда жекеменшік мектептер, жатақханалар салған кезде, бірақ үлкен бір өзім бір рекомендация дейді, егер жатақхана мен мектеп салған кезде кішкене мына жастар оқыған соң, біздің балдарымыз оқыған соң, сол жақта жатақхана тұрған соң, кішкене современный дизайнге де көңіл бөлсеңіздер, өте тамаша болатын еді. Күндеріңізге сәттілік, аман болыңыздар. Осымен бірінші бағдарлама мына жатақхана мен мектепті салған кезде шығындарды өтеу кемінде 60-50% деп алуға болады екен. Үлкен бағдарлама, көп халық білген дұрыс. Аман болыңыздар, көріскенше сау болыңыздар. Көрмедегі туындылар шекілденіп қалам ба жауапсыз менде, көрермендер көп болғанымен, сен кеткеннен бері мен қалдым талапсыздым.